Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Адам бол курсына қош келдіңіздер. Авторлар: Бизнес мектебі, Қазақстан тарихы және әлеуметтік саяси пәндер кафедрасының оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрі Самадиева Мейрамгүл Оралтаевна. Дәрісті оқитын Қазақстан тарихы және әлеуметтік саяси пәндер кафедрасының аға оқытушысы, тарих мамандығы бойынша гуманитарлық ғылымдар магистрі Урюстюмова Айзат Ишимбаевна. Курстың қысқаша сипаттамасы: Абай адам тұлғасының маңыздылығын терең түсінді және адамды жоғары қойып, адам бол қағидасын философиялық деңгейге көтерді. Жалпы адам болудың ең бастысы Аллаға иман келтіріп, әділеттілік пен қарапайымдылыққа ұмтылу дегенді білдіреді. Яғни, жаратушының көрсеткен бағытымен жүру, білімге құштар болу және әділеттілік пен жанашырлықты ұмытпау. Курстың дамуы мен енгізілуі, білім беру жүйесін ізгілендіру, пәнаралық интеграция, жалпы ұлттық контексте ұлттық мәдениеттің мәселелерін терең зерттеу бағытында жетілдірудің объективті қажеттіліктерімен байланысты. Сонымен қатар, Абай Құнанбаевтың философиясы мен шығармашылығы контексінде студенттердің бойында ашық сананы қалыптастыру, өзіндік ұлттық код пен ұлттық ерекшелікті түсіну, рухани жаңғыру, бәсекеге қабілеттілік, реализм, прагматизм, тәуелсіз сыни ойлау, білім мәдениеті, дүниетанымның негізгі тұжырымдамаларын игеру. Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері. Пәннің мақсаты қазіргі заманғы гуманист инженерді дайындау, Абайдың жан-жақты тұлғасы, адамгершілік, философиялық, мәдени аксиологиялық, тарихи, қоғамдық саяси көзқарастар және гуманистік құндылықтардың қазіргі қоғамдағы өзектілігі туралы студенттердің білімдерін тереңдету, болашақ кәсіби қызметінде әлеуметтік және жеке азаматтық құзыреттіліктерді қалыптастыру. Абайдың қара сөздері, басқа да еңбектері арқылы қазақстандық қоғамды шоғырландыру үшін идеялық және рухани негіз құру. Келесі, Абайдың әлемдік және отандық тарихи контекстіндегі ерекше және маңызды орны мен рөлін анықтау. Абай дәуірі мен қазіргі жаһандық қоғамның өзекті мәселелеріне жеке тұлғаның адамгершілік құзыреттіліктерін тәрбиелеу. Пәнді оқыту барысында біз үнемі сіздермен байланыста боламыз. Байланыс ақпараты ұялы телефон, WhatsApp және көрсетілген электрондық почта арқылы біле аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.